Сәлеметсіздер ме? Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Үржар колледж коммуналдық мемлекеттік мекемесінің физика пәнінің оқытушысы Женнер Мадина Ивановна. Қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша 8-ші тарау ғалам, элементар, бөлшектер. Осы тарауға арналған ғаламның құрылысы туралы түсініктердің дамуы, күннің құрылысы, жұлдыздардың эволюциясы, ғаламның ғұмырнамасы, галактикалар, тұмандықтар және қара құрдымдар, элементар бөлшектер, ғаламның қазіргі заман бейнесі атты тақырыптарға қысқаша шолу жасаймыз. Біздің дәуірімізге дейін гректер әлемнің қалай құрылғаны, планеталардың қалай қозғалатыны туралы ой толғады. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда Аристарх Самосский гелиоцентрлік жүйе центрінде күн орналасқан планеталар жүйесі туралы идея айтты. Алайда бұл жүйе Птоломейдің геоцентрлік жүйесі үстемдік жасап тұрған дәуірде кең қолдау таппады. Планеталық жүйенің алғашқы геоцентрлік сұлбасын біздің дәуірімізге дейінгі 2-ші ғасырдың ортасындағы өмір сүрген Клавдий Птоломей жасады. Ол Гипархтың еңбектеріне сүйенді. Бір өкініштісі, бұл еңбек біздің дәуірімізге жеткен жоқ. Күн жүйесі құрылысының жобасын алғаш рет дұрыс түсінген Коперник болды. Ол ғасырлар бойы адамдардың санасына ұялап қалған жер қозғалмайды деген жобаны теріске шығарды. 1601 жылы астрономиялық бақылаулардың негізінде Кеплер екінші заңын қорытып шығарды. Планетаның радиус векторы тең уақыт аралықтарында тең аудандары сызады. Басқаша айтқанда, планетаның радиус векторы уақытқа пропорционал аудандар сызады. 1923 жылдан бастап 1950 жыл орта кезінде дейін астрономдар галактикадан тыс денелерді зерттеу нәтижесінде галактикалардың бір-бірінен алшақтау процесін растады. Алынған мәліметтер негізінде Хаббл өзін заңын тұжырымдады. Галактика неғұрлым алыс қашықтықта болса, соғұрлым тезірек алшақтайды, және соғұрлым оның спектрі қызырылақ болады. В тең H көбейтілген R. Хаббл заңы қызыл ығысу бойынша анықталған галактиканың алыстау жылдамдығы оған дейінгі қашықтықтың өсуіне пропорционал болады. Күннің құрылысы. Күн жүйесіндегі орталық дене болып саналады. Оның массасы күн жүйесіне барлық денелердің жиынтық массасынан 750 есе артық. Сондықтан күн жүйесінің массалы орталығы күн қойнауында орналасқан. Барлық 9 үлкен планета күнді айнала дөңгелектерлік орбита бойымен бір бағытта қозғалады. Олардың орбиталардың бір-біріне қатысуы көлбеулігі өте аз. Күннің құрылысы. Күн ядросы, конвективтік аумақ, сәулелік тасымалдау аумағы, күн атмосферасы, фотосфера, хромосфера, күн тәжіне. Біз жер планетасында тұрып, күн жүйесінің қандай да бір бөлігіміз деп есептейтін шығармыз. Бірақ бұл қисынсыз. Күнге қарағанда жер планетасы кішкене ғана түйіршік сияқты. Және күн жүйесі ол күн. Мұны қалай түсінеміз? Күн жүйесінің 99,8% алып жатыр. Ал қалған 0,2% көбісін Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун сынды газды гиганттардың үлесінде. Осыларға қарасақ, жердің мөлшері ауадағы шаңның тозаң сияқты. Күннің алыптығы сонша, күн жұлдызының ішіне 1,3 миллион жер планетасы сыйып кетер еді. Және жер планетасын жазық қылып алсақ, күннің бетін жабу үшін 11.900 жер планетасы керек болар еді. Күн жұлдызының беті де түрлі қабаттардан тұрады. Күннің атмосферасы қыртысына қарағанда ыстығырақ. Күннің қыртысы 6000 градус Кельвин болса, оның атмосферасының корона деп аталатын беті 1.000.000 градус Кельвинге дейін жетеді. Күн жұлдызы үлкейіп жатыр. Жүздеген миллиард жылдан кейін толық шегіне жетіп шөге бастайды. Алдымен қызыл карликке, одан соң ақ карликке, одан кейін қара құрдымға айналып күн жүйесін жоқ қылады. Бірақ бұған өте көп жылдар қажет, және бұл тек болжам ғана. Күн жұлдызының 1 секундта шығаратын энергиясы 100.000 тонна динамит жарылғандағы энергияға тең. Күн жұлдызы 74% сутектен, 24% гелийден тұрады. Тек қалған 2% ғана темір, никель сияқты металдар құрайды.
Жұлдыздар эволюциясы пайда болуы. Метагалактиканың газ тозаң ортасында түзіліп, өзінің тартылыс әсерінен сығылып бара жатқан жиынтық протожұлдыз деген атқа ие болды. Сығылуына қарай протожұлдыздың тығыздығы мен температурасы жоғарылайды. Ол спектрдің инфрақызыл диапазонында мол жарық шығара бастайды. Протожұлдыздардың сығылу кезеңінің ұзақтығы әртүрлі. Егер массасы күн массасынан аз болып келсе, 100 миллион жыл, ал массивтілігіне бар болғаны 100 мың жыл. Галактикалар. Галактикалар ғаламды құрайтын өлшемдері өте үлкен жұлдыздар жүйелері. Ғаламның бізге байқалатын бөлігіндегі галактикалар жиынтығын кейде метагалактика деп атайды. Басқа галактикалардан өзгешеленіп, біздің галактика бас әріппен жазылады. Галактикалар пішінімен, салмағымен және өлшемдерімен ерекшеленеді. Морфологиялық тұрғыдан қарағанда сфералық, эллипстік, спираль және бұрыс пішінді галактикалар ажыратылады. Біздің галактика спираль түріне жатады. Оның үлкен диаметрі 80 мың жарық жылындай, ал орталығындағы максимал қалыңдығы 16 мың жарық жылына тең. Шетіне қарай 3-6 мың жарық жылына дейін азаяды. Галактикалар кеңістікке әркелкі бөлініп, топтар мен шоғырлар құрайды. Біздің галактика басқа 15 галактикамен бірге галактикалардың жергілікті тобы деп аталатынды құрайды. Бізге ең жақын деген галактикалар Магеллан бұлттары мен Андромеда тұмандығы. Галактикалардың барлығы да қозғалыс үстінде дамиды, өзгереді, өшеді, қайтадан пайда болады. Шамамен 100 жыл бұрын біздің галактика әлемдегі жалғыз дене деп есептелді, және барлық көрінетін тұмандықтар біздің галактикаға жатады деп саналады. Бұл оларға дейінгі қашықтарды анықтаудың қиындықтарына байланысты болды. Қазір ғарыштағы 20 галактиканың жергілікті шоғырын және басқа 10 миллиардқа жоқ галактиканы білеміз. Олар топтасып орналасқан және ең сезімтал құралдардың көмегімен анықтайтын қашықтықта жан-жаққа таралып, бір-бірінен алшақтап барады. Қарақұрдым бұл уақыт кеңістігі. Ондағы гравитациялық тартылыс күш әсері соншалықты, тіпті жылдамдығы жарық жылдамдығымен шамалас материя да оған жақындаса, қашып құтыла алмайды. Мысалға алғанда квантпен кәдімгі жарық. Қарақұрдымның бұл жері уақиғаға көкжиегі немесе горизонт событий деп аталады. Қарақұрдымдар туралы 20 ғасырға дейін зерттелмей келді. 20 ғасырда Эйнштейн зерттеулерінен бастау алатын бұл жойқын объектті Стивен Хокинг те біршама зерттеген. Сәлем достар, бұл Скаврон арнасы. Бүгінгі видеомызда сіз бен біз Қарақұрдымға саяхат жасайтын боламыз. Ал сіз лайкпен қолдай отырыңыз. Қарақұрдымның салмағы өте үлкен болса да, оның пішіні кішкентай болады. Мысалға алғанда, егер қарақұрдымның салмағы жердің салмағындай болса, оның пішіні 9 мм-лік бұршақ сияқты болады. Қарақұрдымдардан осында лазерге ұқсайтын сәулені байқайтын шығарсыздар. Бұндай сәулелерді тек кейбір қарақұрдымдардан байқай аласыздар. Бұл сәуле плазмадан құрылған және ұзындығы 5000 жарық жылына дейін жетеді. Қарақұрдымдардың осындай сәулелері тұтас бір планетаны жойып жіберуге қауқарлы. Сондықтан да қарақұрдымға саяхат жасасаңыз, абай болғаныңыз жөн. Қарақұрдым іші туралы не айта аламыз? Ондағы уақыт бейтарап. Былай айтқанда, Эйнштейннің салыстырмалы теориясы бойынша, сіз онда қалып қойсаңыз, уақытты сезінбейсіз. Мысалға, кәдімгі сағатты қарақұрдым ішіне салып көрдік делік. Қарақұрдым сыртындағы адамға ол уақыт өте келе тоқтағанын байқайды. Ал қарақұрдым ішіндегі адам оның айналып тұрған көреді. Бұған қоса, қарақұрдым ішіндегі бірнеше секунд кәдімгі кеңістіктегі миллиондаған жылдарға тең. Бұны Эйнштейннің салыстырмалық теориясы бойынша түсіне аласыз. Тағы да бір қызықты мағлұмат. Егер ғарыш кемесін қарақұрдымға жақындатсақ, ғарыш кемесінің созылып кететінін байқауға болады. Бұл ондағы гравитациялық күштің күштілігі. Қарақұрдым туралы Стивен Хокинг зерттеулерінен түсіне аласыздар. Хокинг қарақұрдымның уақыт өте келе буға айналып жоқ болатынын айтқан болатын, бірақ Стейнхауэр есімді ғалым қолдан жасалған қарақұрдым арқылы бұлай еместігін дәлелдеді. Дауыс толқындармен болған бұл жасанды қарақұрдымда Стейнхауэр ең бірінші рубидий атомын температурасын 0-ге теңестіріп, лазер арқылы
фазаның жылдамдығын жарық жылдамдығынан асырды. Нәтижесінде кәдімгі акустикалық жасанды қара құрдым пайда болды. Қара құрдым көбінесе гравитациялық коллапс әсерінен пайда болады. Гравитациялық коллапс кез келген объекті, мысалға алғанда жұлдыздың бірнеше миллион есе сығылуы. Егер сізді бірнеше миллион есе сығып тастаса, сізде қара құрдымға айналуыңыз мүмкін. Элементар бөлшектер. Бізді қоршаған алуан түрлі органикалық және органикалық емес табиғат сутек пен уранға дейінгі элементтердің атомдарынан тұрады. Көптеген ғасырлар бойы атомдар бөлінбейтін бөлшек деп есептелінді. Алайда радиоактивтіліктің ашылуы және резервуар тәжірибелерінің нәтижелері атомның бөлінбейтін жай бөлшек емес екенін дәлелдеді. Олардың электрондардан, протондар мен нейтрондардан тұратыны анықталды. Атомдар құрайтын мұндай бөлшектер алғашқыда ешқандай өзгерістермен түрленуге қабілетсіз деп есептелінді. Сондықтан оларды элементар бөлшектер деп атады. Элементар бөлшектерге фотондар, лептондар, адрондар жатады. Ғаламның қазіргі заманғы физикалық бейнесі. Бізді қоршаған дүниенің бәрінде негізгі әрекет етуші кванттық объектілер екі тобы болады. Олар өзара іргелі әрекеттерге қатысушы бөлшектер, екіншісі өзара іргелі әрекеттерді тасымалдаушы бөлшектер. Сонымен ғалам және элементар бөлшектер тарауын қорытындылайтын болсақ, әрбір тақырып бойынша сіздерге қысқаша мәліметтер берілді және де интернет желісіне жүктелген қызықты видеороликтерді сіздерге ұсындым. Физиктердің жетістіктері адамзаттың мәдениетіне айтарлықтай ықпал етті. Таңғажайып құрылғылар мен технологияларды құрды. Ғылымның бірегей мүмкіндіктеріне көз жеткізу үшін қазіргі заманғы ядролық физика мен электродинамиканың жетістіктеріне негізделген энергетика, электромагниттік толқындар теориясы мен қатты денелер физикасының жетістіктеріне негізделген байланыс технологиясы, классикалық механика мен қазіргі заманғы есептеуіш техниканың барлық қуатын пайдаланатын ғарыштық техника туралы айтсақ та жеткілікті. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.